баян поэмасын қорытындылаймыз. Батыр баян поэмасын біз ақылдың алты қалпақ арқылы қорытындылаймыз, иә? Ол үшін қазір сіздерге мен қалпақтарды беремін. Сол әртүрлі түсті қалпақ бойынша сіздер өздеріңіздің көзқарастарыңызды жеткізесіздер, иә? Яғни ол қалпақтар қандай мағына, қандай көзқарас айтып керектігін сіздер білесіздер. Дайындала беріңіздер. Сіздерге қара қалпақ, қызыл және көк қалпақ. Осы бойынша қазір пікірлеріңізді айтасыздар. Дайындалып алыңыздар. Ал шығып, онда өздеріңіздің көзқарастарыңызды айтып жіберіңіздер. Сәл бері қарайтыңыздар. Ал ақ қалпақ өз ойыңызды айтыңыз. Не түйдіңіз осы поэмада? Батыр баян поэмасында айтылған сөздердің бәрі Абылай хан хандық құрған кезде басталған. Оқиғаның барлығы, иә? Абылай бастаған қазақ батырлары Қалмақпен соғыста кезінде жеңіспен алады. Баян Қалмақтармен соғыста жүрген кезде Қалмақ қызын тұтқын бетіне еліне алып келеді. Батыр баян поэмасында басты кейіпкер Баян Абылай ханның бас қолбасшысы болған. Абылай өйткені ақыл мен өжеттілігі жағынан Баянды бәріне асып қалған. Жақсы, қызыл қалпақ сіз өзіңіздің ойыңызды айтыңыз. Батыр Баян 14 жастағы қырған қызына ғашық болады. Бірақ Баян оған қолын ұшында тигізбейді. Неге? Себебі Баян аға кейіпкер. Авторы адал, мықты, сезіміне тізгін сала білетін кейіпкер ретінде бейнелейді. Ал Қалмақ қызы жас, сұлу, өзінен Ноянның өзіне ғашық болып қалғанын сезеді де, оны өзінің тұсында пайдалана біледі. Жақсы, көк қалпақ талдау жасайсыз осы оқиғаларға. Қарады, Баян батыр өз інісін жақсы көреді, бірақ оны өз қолмен атып тастады. Не үшін? Өйткені ол ер намысын, ел намысын өзінің бауырынан жоғары көреді. Ал Ноян батыр болса, неге Қалмақ қызының соңынан еріп кетті? Не үшін? Өйткені Ноян батыр ол жас бала. Ол Қалмақ қызының соңынан еріп жақсы көргеннен, және де ол басталған істің аяғын ойламайды. Ал Қалмақ қызы неге бұндай іс-әрекеттерге барды? Ол қайтсе де тұтқыннан шығуға қажет болды. Және де бұл құлыққа барды. Ал енді осы көзқарасын түйіндей келе, достарына қандай кеңес бересің? Өмірде көптеген қуанышты және де қайғылы сәттер болады. Егер қайғырсаң жасыма, ал егер қуансаң тасыма деп кеңес бересің. Жақсы, сары қалпақ өзінің көзқарасын. Бұл поэмадағы кейіпкерлер Батыр Баян және Ноян. Бұнда олар Қалмақ қызы келмей тұрып өте бақытты еді. Бірақ Батыр Баян және Ноян екеуі Қалмақ қызын ұнатып қалады. Және Батыр Баян өз сезімін тізгіндей біледі. Ал Ноян болса қызды ұнатып, онымен бір байламға келеді. Олар Батыр Баян бірақ Ноянның қызбен кетіп қалғанын білмейді. Ал Ноян болса бұл кезде махаббатымен бірге Батыр Баян сондықтан оны атып тастады. Ал достарына осы көзқарасын түйіндей келе қандай кеңес бере аласың? Әрбір жасаған ісіңді ойланып барып істе дегім келеді. Жақсы. Ал Айжан бізде жасыл қалпақ иесі. Жасыл қалпақ бұл жерде кейіпкерлер өміріне қатысты тың идеялармен болжамдар айтады. Бұл поэмадағы кейіпкерлердің тапсырмасына аяқталу дұрыстар шығар. Өйткені бұл болашақ ұрпаққа сабақ болып қалады. Батыр Баян сияқты ер намыстылар өз елін қорғай біледі. Мен бұл жерде Батыр Баян өзінің інісі Ноянды атып салғанын дұрыс деп айтқым келіп тұрған жоқ. Өйткені қазақтармен шайқасып жатқан Қалмақтың бір қыздың арбауына кетіп қалғаны дұрыс емес. Бұл елін сатып кеткен деп есептеймін. Есептейсің.
Ал енді достарыңа осы көзқарасын түйіндегенде қандай кеңес бересің? Өз отанын сатып кету деген ол опасыздық. Отанын үшін отқа түс кимейсің дегім келеді. Жақсы. Эльмира бізде қара қалпақ иесі, яғни қара қалпақ кейіпкерлер өмірінің сәтсіз тұстарын айтады. Поэмадағы кейіпкерлердің іс-әрекеті дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі Баян өзінің інісін өлтіріп, жалғыз бауырынан айырылады. Ал Ноян болса, қалмақ қызымен кетіп, отанның елін сатады. Ал қалмақ қызы болса, Ноянды пайдаланып, өз мақсатына пайдаланады. Яғни сезімін алдайды. Және де бұл жерде адамгершілік жоқ деп ойлаймын. Ал достарыңа қандай кеңес бересіңдер? Адамгершілік асыл қасиет, сондықтан адамгершілік қасиеттерінен айырылмаңыздар деп кеңес бересіз. Өте жақсы балалар. Өз көзқарастарыңызды жақсы түйіндей білдіңіздер. Орындарыңызға отыра қойыңыздар.